Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, микрофон алдында Мақсат Раджұлы. Павлодарда жарысқа бара жатқан жасөспірімдер мінген көлік апатқа ұшырады. Шағын автобустың ішінде 14-16 жас аралығындағы 16 жасөспірім болған. Олар Астанаға футболдан жарысқа бара жатқан. Полицейлердің алдын ала болжамы бойынша шағын автобус жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған, жаттықтырушы оқиға орнында көз жұмды. Балалар қазір дәрігерлердің бақылауында. Жол апаты Шідерті Ерейментау Астана тас жолында болған. Қазір осы факты бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Атырауда еңбекке заңсыз тартылған, кәмелетке толмаған балалар анықталды. Тәртіп сақшылары еңбек инспекциясымен бірлескен рейдке шықты. 2 күннің ішінде облыста осында 54 дерек тіркелді. Жасөспірімдер сауда үйлері, базар маңы, аялдама сияқты қоғамдық орындарда сауда-саттықпен айналысып, мейрамханаларда жұмыс істеген. Аталған фактілер бойынша олардың ата-аналары жауапкершілікке тартылады. Газа секторында кейінгі бір тәулікте Израиль әскерінің шабуылынан 64 адам қаза болды. Тағы ондағаны жарақат алған. Әл-Жазира телеарнасының хабарлауынша атыс шабыстан тұрғын үйлер мен ауруханалар зақымданған. Еврей елінің өкілдері мұнда Хамас мүшелері жасырынғанын айтып отыр. Естеріңізге сала кетейік, бір ай бұрын Израиль Газадағы әскери операциясын қайта бастаған еді. Осылайша тұтқындарды босатудан бас тартқан палестиналық Хамас ұйымына қысым көрсетпекші. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін. Мақсат Раджұлы, Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавлда 6 градус жылы, Қостанайда 18, Көкшетау, Павлодар мен Екібастұзда 4, Түркістан мен Қызылордада 22, Шымкентте 19, Таразда 15, Атырау, Ақтау мен Оралда 24, Ақтөбеде 22, Өскемен, Семей, Қарағанды мен Теміртауда 5, Жезқазғанда 16, Балқашта 11, Талдықорғанда 12, Астанада 5, Алматыда +10. Авторадио. Тек алға қозғалыс.